Армысың қазақ. Шежіреге байланысты дау әлі жүріп жатыр. Қожаның бір баласына айтқан сөзінің дауы әлі жүріп жатыр. Кеше маған бір ролик жіберіпті. Басынан да аяғына дейін қарап тыңдап шықтым. Тарихшылар отыр, заңгерлер отыр, имам отыр, дауды шығарған азамат отыр. Жалпы менің бұл пікірталастан түсінгенім, жалпы қазақ өзінің шежіресін білмейді. Оның неге керек екені туралы білмейді. Біздің қазіргі құлдырауға түсуіміз қоғамдық, саяси бағыттардан басқа қан бұзылғандығынан, тектіліктің жоққа айналғандығынан болып жатқаны туралы ойланып көрмеппіз. Қабырға қатысушылар қанның бұзылғандығын, тектіліктің жоғалғандығын мақтанышпен айтып отыр. Ходжалар мен қазақтар баяғыда бірігіп кеткен. Қазақтың жалпы хандарының барлығы қалмаққа үйленген, Қытайға үйленген, соныменен біз басқа ұлттар арқылы өсіп өнгенбіз деп айтып отыр. Жаным, қазіргі заманда, бүгінгі таңда малакеш малдың өзін тектілігіне қарап будандастырып отыр. Қазіргі күні ғылымның өзі эксперимент жасаған кезде тек қана экспериментқа чистый линияларды ғана алып эксперимент жасайды. Олай болмайтын болатын болса, шежірелік, генетикалық заңдылық бұзылады. Ғылыми дәлел өзінің жөнін таппай қалады. Байқап отырсың ба қандай заңдылықтардың бар екен? Мысық екеш мысықтың өзін, ит екеш иттің өзін, медальдарын тағып қойып, тектілігін айта отырып, үлпелеп отыр. Егер басқа жаңағы жүрген иттер мен мысықтарға шабатын болатын болса, сол өзінің тектілігін жоғалтты деп өлтіріліп тасталынады. Неге олай? Бұл қан тазалығы менен тектілік, заңдылығы адамзат баласына керек жоқ заңдылық деп ойлайсың ба? Неге жер бетіндегі өмір сүріп жатқан адамзат баласы ұлттар мен халықтардан, тобырдан, тайпадан тұрады? Неге ол ұлт, неге ол халық, неге ол тайпа, неге ол тобыр керек болатын болса, кейбіреулердің жері де жоқ. Өмір бойы біреудің жеріне таласумен келе жатыр. Ал жері барлар қандай құдіретпен олар ондай жерге ие болған? Қырғын соғыс арқылы дейсің ба? Жоқ. Жаңағы жерде өсіп тұрған өсімдіктердің өзі, соның ішіндегі витаминдер, соның ішіндегі белоктар сол ұлттың табиғатына, табиғи болмысына сәйкес келетіндіктен сол ұлт, сол жердің ақ иесіне айналады. Өмір бойы тұрақтап қалады. Ал бөгделер келетін болса, ол міндетті түрде жер қарсылық көрсетеді. Давлениесін көтереді, ауру кеселге ұшыратады. Керек болатын болса, ұрпағын шетінетіп, өсіріп өндірмей қояды. Өсіп өнбейтінін сезген кезде жер іздеп, өзінің табиғатына сәйкестеу келетін жер іздеп кетеді. Ол жердің заңдылығы, ақ иесіне көмектесетін заңдылығы. Бұл заңдылық шежіренің заңдылықтарына сәйкес келетін заңдылық. Ал енді өзің ойлашы, сонау ыстық құмнан басқа түк жоқ араб даласынан келген ходжалар өздеріне есім ұқсас қожалардың ортасына келіп орналасар жерді таңдамады деп отырсың ба? Ыстық жерді, құмды жерді таңдамады деп отырсың ба? Таңдады, білді, қай жерге келу керек екен, қай жерде отырып ислам дінін қазақтың ортасына енгізу керек екен, қалай саясаттың ішіне кіру керек екен білді. Мықты халық, мықты ақылдың арқасында келген халық. Сонымен жерді таңдады, тұрақтады, бірақ уақыт өте басқа табиғаты бөлек жерлерге барып тұрақтау үшін оларда міндетті түрде қыз алу керек екен, оларға міндетті түрде қыз беру керек екенін түсінді да, сондай амалға көшті. Жіберген қателіктер мынада: қанның бұзылатынын, екі жақтың да қанның бұзылатынын, табиғаттың заңдылықтарын бұзатынын ұққан жоқ болатын. Енді уақыт өткеннен кейін ұғып отыр. Жас болса да жаңа ходжаның бір баласы айтып отыр: қанымыз бұзылды деп. Оның ғана қаны бұзылып қойған жоқ. Ходжалардың ғана қаны бұзылып қойған жоқ. Қазақтың да қаны бұзылды. Сондықтан біз бөгделерге қыз беріп, олардың қызын алғандығымыздың арқасында жаман ұрпақ туып жатырмыз. Айналаңа қарай. Еш нәрсеге тоймайтындар, өтірікшілер, шешім қабылдай бермейтін, ғылымға ілімге жүгірмейтін, тек қана қарынның тоқтығын ойлайтын, ұлттың қамын ойламайтын, ұлт дегеннен безіп кететіндер туып жатырмыз. Ұлттан безу қиын іс екенін түсінбейтіндер туып жатырмыз. Ұлт дегеніміз өз ұрпағынан өзі туатындар деген заңдылықты, Құдайдың заңдылығын орындайтындар екенін ұқпайтын ұрпақ туып жатырмыз. Қазақ ұлты шаршап тұр. Бөгделердің арқасында, бөгде қанның арқасында шаршап тұр. Ол халықтардың да пұшпағы, біздің даламызға келген пұшпақтары да шаршап тұр.
Ал қожалар болса араб екенін дәлелдей алмайтын дәрежеге жетті. Уақыт озды, арабтың шежіресінен алыстап кетті. Қазір барып мен қожамын, мен сендердің тұқымыңнан десе, өздерінің қанынан Мұхаммадтай Расул Наби туған тақуа халықпын деп отырған ол міндетті түрде итеріп жібереді. Сондықтан амалсыздан не анда жоқ, мында жоқ болғандықтан мен қазақ болып кеткенмін деп отыр. Қазақ болып кету мүмкін емес. Неге десең, шежіре заңдылығы, генетика заңдылығы өзге ұлтты басқа ұлтқа ешқашан айландырмайды. Арабсың ба, араб болып қаласың. Қазақтың дүниетанымы бойынша қан сатуға болмайды, сүйек сатуға болмайды. Қазақ қазақ болып қалады. Ал қазақтың қолында шежіре діл деген ұлы жүйе бар. Ол жүйе ғылымның генетикалық кодына сәйкес келеді. Ал ол заңдылық. Қазақ пенен қожа бір-біріне бөгде болғандықтан, қойшы, неге қайта-қайта мен қожа дей беремін? Ақиқатына келетін болса, қазақ кімге қыз беріп, кімнен қыз алмай жатыр? Негрге де қыз беріп жатыр, Қытайға да қыз беріп жатыр, еврейге де қыз беріп жатыр, орысқа да қыз беріп жатыр, французға да, полякқа да бәріне қыз беріп, қыз алысып жатыр. Солардың ішінде бірақ қожалар ғана қаным бұзылды деп өзінің көз жасын төгіп отыр. Рахмет оларға. Ал аналар неге? Біз қазақпенен қосылып едік, қанымыз бұзылып деп жыламай отыр. Не болып қалды оларға? Олар да бөгделер ғой бізге. Не, оларда деградация болмай жатыр деп ойлайсың ба? Олар арқылы біздің ұлтымызда деградация, мутация болмай жатыр деп отырсың ба? Міндетті түрде болады. Бұлар бөгделер. Бөгделер болғандықтан міндетті түрде мутация болады. Клетка алғашқыда ұрпақ туып береді, жылдарды ортаға салады да бытшын шығарып жоқ қылып жібереді. Адамзат баласы әлі күнге дейін оны ұққан жоқ. Қазақ білген болатын. Біліп отырып, осындай құдықтың ішіне түсіп кетіп, шыға алмай отыр. Демек, бөгделер заңдылығы бар. Ал бөгделер заңдылығы бірін-біріне ешқашан қосылдырмайды. Міндетті түрде қопарылыс жасады. Қопарылыс болып жатыр. Екі жақта да қопарылыс болып жатыр. Біздің қан араластырған ұрпақтарымыз деградацияға ұшырауда. Бұл тоқтардың ойлап тапқан емес. Бұл қазақтың ойлап тапқан емес. Бұл араб халқының ойлап тапқан емес. Бұл қожалардың ойлап тапқан заңдылық емес. Бұл Құдайдың өзі жасап, клетканың ішіне, ақтың ішіне орналастырып қойған заңдылығы. Керек болатын болса, қазақтың өзінің елдестері мен руластары, жүздері мен жүздестері, аталастары мен аталастары, руластары мен руластары қыз алып қыз берісе алмайтын заңдылығы бар. Себебі қазақтың өзінің ішінде мутация басталады. Қазақтың не қалай жасайтын себебі жер бетінде әлі күнге дейін шешімін таппаған бір сұрақ бар. Адам баласы жерге неге келді деген. Қазақ оны былай деп түсінген, соған сенген. Әр адам баласы, адамзат баласы өз ұрпағынан өзі туады. Бұған сенген қазақ шежіре ілімін жоғары көтеріп, соның заңдылықтарын ұстаған. Мутацияға ұшырайтын балалар тумашы. Өз ұрпағынан өзі туатын ұрпақ туу үшін. Сондықтан қазақтың шежірелік дүниетанымы туралы әңгіме айтайын. О жерде қалай қан араласпау керектігі туралы шежірені қайыру, шежірені тарату деген амалына ой жүгіртіп дәлел айтайын. Қазақтың шежірені қайыру амалында сұрақтар былай қойылады. Түп-тұғияның кім? Білесің бе? Жауап бере аласың ба? Жоқ. Тұғияның кім? Жауап жоқ. Солай болып тұр. Бабаң кім дейді? Жауап бере аласың ба? Бере алмайсың. Мен шет жағасын шығарып жауапты берейін. Ұлы жүз, бабам үйсін дейді. Орда жүз, бабам арық үй дейді. Кіші жүз, бабам үшқан дейді. Сондықтан қазақ ұлы жүзді үйсін бір жерге үйе білетіндіктен, басы жинай білетіндіктен алға қойған. Сондықтан орда жүзді қазақтар арды құя білетіндіктен дауға қойған. Сондықтан қазақтар үш қанның басын қоса алады дегендіктен, үш қанды қорғай алады деген зор сенімменен кіші жүзді жауға қойған. Ұғып отырсың ба? Содан кейін жүзің кім деп сұраған. Сол уақытта қазақ айтқан: ұлы орда күші деп. Түсіндіңіз бе? Ұлы орда күші. Үш дегенді аударып, жүз дегенді аударылмай кеткен сұмырайлық емес. Жүз дегеніміз лик, жүз дегеніміз плавай, жүз дегеніміз 100 деген сөз деп. 300 плавай лик деген сөз шығады деп айтқан. Егер қазақтың мен айтып отырған сөздерін басын қоссаң, ұлы орда күші деген
ұлағатты дүниетанымдық сөз пайда болады. Ұранға айналатын, қағидатқа айналатын, сертке айналатын сөз пайда болады. Великая ординская сила деген. Бұл қазақтың бүтіндігінің белгісі болатын. Қазір ұмыттық. Біреуін ұлы дейміз, біреуін орта дейміз, біреуін кіші дейміз. Кемсітеміз. Ал ата-бабамыз 100-ді бөлгеннің 100-і құрсын. 100 бөлінсе бөр жейді деп кеткен. Бөлінбеу керек. Сөз тұтастығында да бөлінбеу керек. Ұлы орда күшімін деп сөйлеуің керек. Бұл сенің заңдылыққа толы, генетикалық заңдылыққа сәйкес ұлы ұраның, ұлы тұмарың, ұлы алтын қазығың. Ұмытушы болма қазақ. Оның үстіне 100 деген сөз лик болып аударылатын болса, ана христиандардың айтып жүрген «У Бога есть 3 божественного лика». Он человека делал подобным себе деген сөзінен ешқандай кемшін жер жоқ, түсінік пайда болады. Біздің де 300-іміз бар. Құдайдың өзі таңбалап берген 300-іміз бар деп айта аламыз. Лигіміз бар деп айта аламыз. Мы подобные деп айта аламыз. Міне сондай ұлы дүниетаным. Ал генетикалық әлемде 5 нуклеотид бар, бізде 500 бар. Соның үшеуі, триплет деп аталынатын үшеуі, әлемді кодировать етеді. Это есть великий лик генетикалық әлемде. Сенің ақтың клетканың ішінде орналасқан 3 триплет бар екен, кодон деп аталынады. Қазақтың 300-і соған сәйкес келеді. Сондықтан қазақтың дүниетанымы ғылымға жақындатса, керемет дүниетанымға айналады. Ұқтың ба? Жүзің кім дегеннен кейін елің кім деп сұрайды. Ел деген сөз страна, народ деп аударылады. Алдымен руын сұрамайды екен, алдыменен елін сұрайды екен. Елің кім дегенде, қазір жерге жазып қоям, 20 ел үштелен түгелімен оқып шық. Бұл жерде де қазақ дауға кіріп кететінін анық білем. Анау тұрған Тарақты деген арғынның ішіндегі рудың аты деп. Олай емес, Тарақты деген жеке ел, рулар мен аталардан тұратын. Мен білемін. Мына жерде неге шанышқылы жоқ деп айтатынымды. Шанышқылы дулаттың ішіндегі ру. Ол заңдылық. Мен жерде неге ада жеке жазылмаған деп айтатынымды білем. Ол байлы елінің ішіндегі рудың аты. Өзгерту мүмкін емес. Бұл заңдылық, шежіре заңдылығы. Тәңірлік Құдайдың өзі жасаған заңдылық. Оны өзгерту мүмкін емес. 1000 жерден Құдай мал бер. 1000 жерден ақсарбас атап құрбандық шал. Бұл жерде тұрған заңдылықтарды бөлшектеп алып кете алмайсың, оған еш нәрсені қоса алмайсың. Ол қатып қалған Менделеевтің периодтық системасы сияқты өзгермейтін заңдылық. Осыны ұғып ал қазақ. Елдер рулардан тұрады, рулар аталардан тұрады. Бірақ олардың жүзделсіз күні жоқ. Бұл қатып қалған заңдылық. Елің кім дегеннен кейін барып, руың кім деп сұрайды. Сол уақытта руыңды айт. Руың кім дегеннен кейін барып, қай атаның баласысың дейді. Атаңды айт. Осыны айтып біткеннен кейін барып, міндетті түрде қазақ түп тамырың кім деп сұрайды. Түп тамырың кім деген кезде, әрбір 20 ел, әрбір теле өзінің түп тамырын міндетті түрде білу керек. Мен жалайырдамын. Мен ғана емес, бүткіл жалайыр түп тамырын кім деген сұраққа былай деп жауап береді. Ағар жанарыс беғарыс, байшара қарашара жаншараның ағар жанарысынан ұлы жүз, 1000 жүз, ұлы жүз, орда жүз дейді. Бұл сөзді айтқан кезде мынаны түсіну керек. Жалайыр елі шежіре заңдылығы бойынша өзінің руларын, аталарын 300-дің 20 елі 3 телесінің ішіне кіргізіп, 20 елден тұратын, 3 теледен тұратын қазақ деген ұлттың бөлінбейтін бөлшегін айналады. Қалған 20 елде 3 теледе осылай өзінің түп тамырын айта отырып, қазақ деген ұлттың бөлінбейтін бөлшектері екенін нақтылап, жүзін айқындап, великий лигін айқындап, қазақ ұлтының тұтастығын заңдастырады. Демек, қазақ ұлты 20 ел 3 теле 100-ден тұрады. Сонда ғана бар ұлт атанады. Әлемнің кез келген халқы, кез келген ұлты өзін жаратқан әлемді айтып барып, осылардан барып біз ұлтқа айналғанбыз деп айту керек. Бұл заңдылық. Көрінген ұлт бір ұлты туып, оны жасай алмайды. Ол әлемнің жаратылу заңдылықтарының барлық заңдылықтарына қарама-қарсы әрекет. Ұқтыңдар ма? Қазақ осы сұрақтарды қойып отырып, жаныңда отырған, сұрақ қойып отырған адамның саған қаншалықты шежірелік жақын екенін нақтылап білген. Оның 4 жұртын санап отырып, өз жұртын, қайын жұртын, нағаш жұртын, тай жұртын түгел санап отырып,
Ол адамның өзіне тіпті қаншалықты жақын екенін білген. Оның үстіне осының ішінде болып атқан процестердің барлығын ескере отырып, алдында отырған адамға, жаңа отырған төрт жұрттан, жаңа отырған елдерден, рулардан, аталардан, жаңа отырған тұптыяннан, жаңа отырған жүздерден қандай даналықтың келгенін, кемеңгерліктің келгенін, данышпандықтың келгенін, шеберліктің, шешендіктің келгенін, оның үстіне ауру кесел, ауру сырқаттың қайдан келгенін нақтылап барып, алдында отырған адамның кім екенін ұққан. Бұны шежірені қайыру дейді. Өзінің заңдылығы бар екен. Қазақ ұмытқан, жастар тіпті ұмытқан. Сондықтан айтуға тура келеді. Ал осындай сұрақ қойып барып, адамның бойына тұқым қуалап келген ауру мен кеселді дертті анықтайтын ғылыми бағытты медицинада эндобрин дейді. Ұғыдыңыз ба? Олар да қарапайым әке шешелерін анықтайды, онан кейін айналасындағы туған туысқандары арқылы болады да, жаңағы кесел мен дерттің адамға қалай келгенін анықтайды. Ал бізде жаңағыдай күрделі сұрақтардан кейін барып, ұлы диагноз қойған, яғни дом қойған. Қазақта емші, домшы деген сөз бар. Емші деген емдейтін, домшы деген диагноз қоятын адам. Бұны да естен шығармау керек. Тағы бір айта кететін жағдай. Осы қойылған сұраққа не арабта, не қожада, не орыста, не еврейде, әлемнің кез келген халық керек болатын болса біздің жамағайын, жұрағат, бабалас, қандас деп жүрген ұлттардың біреуі, халықтардың біреуі жауап бере алмайды. Неге десең, бұндай түсініктер генетика ғылымына сәйкес келетін түсініктер оларда жоқ. Мүмкін ертеңнен бастап іздеуі мүмкін, бірақ табулары оңайға түспейді. Осы сұрақтардың барлығы қойылып, оған толыққанды жауап алынып біткеннен кейін қазақтың шежірені тарату амалы басталады. Оны мен өзімнің Жалайыр деген елімнің шежіресіне жүгіне отырып таратамын. Ақиқатында кез келген қазақтың 20 ел үштелесі өзінің шежіресін тарата білуі керек. Олар тарата алатынына кәміл сенемін. Ал бөгде ұлттар таратуы мүмкін емес. Сондықтан Жалайыр деген елдің қалай 300-ге кіріп кететінін, 300-дің ішінде кімдерменен қан аралас болу керегін, кімдерменен құдандалас болмау керегін анықтайық. Қараңыз, 12 ата Жалайыр қысқартып айтқан кезде 13 ру 69 атадан тұрып, ақсақал, жансақал, шуманақ, суманақ, сырманақ, бірманақ, абақ, тарақ, оның үстіне 300-дің бел баласы, 300-дің ноқта баласы, 300-дің биде баласы деп нақтыланады. Шежірені тарату бойынша Жалайыр ұлы жүз, мың жүз, ұлы жүз, орда жүз деп, мына тұрған 100-дің ішіне өзінің ақпараттар әлемін енгізеді екен. Ол қалай анықталады? Бұл жерде айта кететін бір жағдай, Жалайырдың мына 5 руы 300-дің ішіне тамырын салмаған. Демек, қазақтың кез келген рулар мен аталары бұларменен шежіреміз бұзылады деп қорықпастан еркін құдалыққа түсе алады. Рулардың, аталарының аттарын атап, жөндеп шығайын. Тыңдаңыздар. Сыпатай ру бар. Ақмарқа, Қарамарқа, Қарашапан, Сауық, Шәлімбет, Қозайдар, Есеней, Күшек деген аталардан тұратын. Қалпе ру бар. Алманбет, Аңдағұл, Дүйсенбет деген аталардан тұратын. Қарашапан ру бар. Тәңірберген, Баташы, Кеменбет, Әлбенбет, Әлбендәулет, Айтқұл деген аталардан тұратын. Қарақалпақ руы бар. Кенерес, Дос, Кенекес, Түлкі Тұғыр, Жайнақ, Келім деген аталардан тұратын. Сары ұйқыр руы бар. Ойлық, Тағылық деген аталардан тұратын. Міне осы ата алғандар құдандалыққа еркін түсуге болатын Жалайырдың рулары мен аталары. Ал енді Жалайырдың мына елінің рулары мен аталары мен қалай болса солай құдандалыққа түсуге болмайды. Себебі бұл ру мен аталар 300-дің ішінде дерлігімен бар. Ал руластар мен аталастар қыз алып қыз берісетін болса, онда дүдемалды ұрпақтың өмірге келетін есіммен шығарма. Оның үстіне 300-дің баласының ішінде кездесетін рулар менен аталарды ерекше жеке бөліп астына музыка қойып қоям. Естеріңе сақтап алыңдар. Кейін шежірені таратқан кезде осы аталардың барлығы 300-дің балаларының ішінде аттары аталынады. Бұл қазақтың шежіресінің ұлы заңы. 300-дің өзінің бір-біріменен қалай байқап отырып қыз алысып қыз берісетіндігін нақтылайтын шежірелік заңдылық. Сондықтан аттарын атап жөндерін жөндеп шығайын. Сиыршы деген ру бар Жалайырдың. Сырымбет, Бейімбет деген аталардан тұрады. Байшегір деген ру бар. Жеңқұл, Жиенбет, Бегімбет, Абыс, Көбіс деген аталардан тұрады. Балғалы руы бар. Құлым, Шағыр, Оғыз, Нияз, Барақ деп
аталатын аталардан тұратын. Күшік руы бар. Таз, жабысқақ, қарасақал, маржа деген аталардан тұратын. Андас руы бар. Қалқа, Толымбет, Дербісалы, Жомарт, Қырғыз, Әймбет, Қанай-Қонай, Құттық, Қарағұс, Аңдабай, Таңат, Алагөз, Жетінар, Меңдібай, Хинже, Таймонқы, Байыс, Байғара, Жұман, Байжүгін, Қият, Түрке, Сауық, Шәкі, Шүкі, Қошқар, Шүрек деген аталардан тұратын. Мырза руы бар. Әліке, Бәйбіше, Аман, Асан, Бәйсейіт деген аталардан тұратын. Орақты руы бар. Төке, Кенже, Әжіке, Көше, Көкшегез, Жайықбай деген аталардан тұратын. Ақбейім руы бар. Сары, Қияс деген аталардан тұратын. Енді осы Жалайыр ұлы жүздің ішіне қалай кіріп кететінін анықтайық. Жалайыр ұлы жүзде Ысты елінің Жауадыр руының Көкшегез таз аталарымен, Албан елінің Сары руымен, Албан елінің Сүйменді руының таз аталарымен, Албан елі Қызылбөрік руының Маржа Дәуетек аталарымен, Дулат елі Жарылқамыс руының Бейімбет Сырымбат атасымен, Дулат елі Құдайқұл руының Сиырш аталарымен, Дулат елі Қоралас руының Мырза аталарымен, Дулат елі Бекболат руының Жиембет аталарымен, Жалайыр орда жүзде Арғын елі Қаракесеке руының таз аталарымен, Қоңырат елі Сүйембет руының Жиембет аталарымен, Қоңырат елі Бай руының Сырымбет аталарымен, Уақ елі Шоға руының Көкшегез аталарымен, Жалайыр кіші жүзде Байлы елінің Таз руымен, Байлы елінің Беріш руының Бәйсейіт аталарымен, Байлы елінің Беріш руының Асан аталарымен, Байлы елінің Таз руының Асан аталарымен, Байлы елінің Тан руының Жиембет аталарымен, Байлы елінің Жағайбай руының Мырза аталарымен аталас екен. Сонымен Жалайыр елі 300-ге былай тамырланып, жалпы бүкіл қазақ елімен 1100 арқылы шежіресі қосылып, Алтарыстың ағар жаназысы арқылы ұлы жүз 1100, ұлы жүз орда болып тамырласа кіргіп, 5 елімен елдес, бір руымен рулас, 14 атасымен аталас болып шығып, шежіре тарих жазып, тектілігін ақиқаттай. Көрдіңіз ғой, қазақтың 20 елінің ішіндегі бір Жалайыр деген елді таратып кеп жіберетін болатын болса, сенің ішінде тұрған генетикалық ақпараттар 300-дің баласының ішінде бар екен. Егер сол қалған 19 ел, 20 елміз ғой, сол қалған 19 ел өзінің шежіресін іздесе, бүткіл қазақтың болмысында орныққан. Мысалы, албандардың болмысында Сүйіндік деген ру бар. 300-дің орда жүзінде де, кіші жүзінде де Сүйіндік деген бар. Ұлы жүздің өзінде де Сүйіндік деген ру мен аталар бар. Ізде шежіреден тауып аласың. Қыпшақ деген ел бар. Албандарда Қыпшақ деген ру бар. Наймандарда Керей деген ру бар. Керей деген ел бар. Таңғаларыңыз ба? Көшіп барып тастап кеткен дейді. Жоқ, олай емес. Бұл генетикалық заңдылық. Демек, қазақтың болмысында 20 елдің ақпараты түгел бар. Мен Жалайырдан болатын болсам, менің денемде 20 ел түгел бар. Егер жаңағы руластарым басқа жүздің ішіндегі тұрған елдерден келіп қалатын болса, мысалы Жиембет, немесе Дәуетек, Көкшегез деген, немесе Сиыршы деген ақпарат аталған ретінде кездесіп қалса, міндетті түрде ауру болады, өмірге келеді. Сондықтан қазақ шежіре заңы бойынша 7 ел, 7 ру, 7 ата жүздеріне қарап, түп-тұғиянына қарап, тұғиянына қарап, бабасына қарап, қыз алысып, қыз беріскен. 7 деп отырған санында 50 жылда ел жаңа деген сөзге құндақтап көбейтетін болсаң 350 жыл. Міне, керемет. Ал ғылым айтады, 350 жылдың ішінде міндетті түрде генетикалық ақпараттар өзгереді дейді. Сол уақытта жаңағы алыстап кеткендер қосылуға мүмкіндік алады. Оған дейін қосылу мүмкін емес. Біздің қазір сандырақтап отырғанымыз, сансырап отырғанымыз, жақыннан арбалағанымыздың арқасында, көрінген бөгделерге қыз бергендігіміздің арқасында. Керек болатын болса, мына тұлпарларды Арабиядан алып келген көрінгенге қоспайды. Ана жылқы менен есек қосылып кетіп еді, қашар пайда болды. Өмірге ұрпақ алып келмейтін. Бөгделер де солар сияқты. Олардың генетикалық құрылымы, генетикалық ақпаратты құрылымы бөлек. Олардың денесіндегі аминовый кислоталар, нуклеиновый кислоталардың мөлшері әртүрлі. Олардың кодированиясы менен қазақтың кодированиясының ортасында айырмашылық бар. Сондықтан біздің денеміз, болмысымыз, тұрпатымыз әр ұлтта әртүрлі. Сондықтан қазақта өзінен алыстататын сөздер бар. Жамағайын жұрағат, өзіне жақындататын
бабаластар, туыстар, қандастар деген сөздер бар. Сол уақытта ойлайсың, бәленбай деген ұлт маған жамағайын ба, жұрағат па? Жырақ, жамақ, запалатка деген сөз. Қосыла ма, қосыла алмай ма балаларымыз деп. Қаншалықты бізден алыс деп. Кездескенде ақпараттар әлемін не жасайды деп. Кешегі батыр ұрпақты құлға айландырамады. Менің бір ролигім бар. Көкек келіп жұмыртқасын тастап кетіп, одан шыққан балапан шымшықтың балапандарын лақтырып жібереді. Солай, бұл ақиқат. Генетика ғылымы келе жатыр. Генетика ғылымы келе жатыр. Күннен күнге қазақ білген дүниені дәлелдеп келе жатыр. Сондықтан ойлан қазақ. Шежіре деген генетика деген сөз. Қазақтың тін деген сөзі, кариати деген сөз. Паспорт дейді. Адамның адам бол, маймылдың маймыл бол, жаратылатын анықтайтын, хромосомдар санын нақтылайтын дүниетаным. 300 деген сөзіміз, немесе 500 деген сөзіміз, мына тірі әлемді кодировать ететін нуклеиновый кислоталардың санына сәйкес келеді екен. Бізде 500 бар, әлемді кодировать ететін нуклеотидтердің саны 5. 300 деген сөз қазақта быт-шытын шығаратын дүние емес екен. Кодированиеға жататын белоктың ішінде орналасқан аминовый кислоталардың саны 20, знак препинаниясының саны шу. Қазақта 20 ел, 3 теле бар. Бұл қандай ұқсастық? Неге қазақтың шежіре дүние танымы жаңа генетика әлемінің ашқан 1965 жылы ашқан жаңалығына керемет ұқсайды? Ата деген аллел деген сөз. Ру деген ген деген сөз. Руға бөліндік. Ру түбімізге жететін болды дейсің. Ру деген сөздің ғылыми баламасы ген деген сөз. Ген бөлінбейді, ген тұтастырады. Заңдылықтарын сақтамасаң, соттап жібереді. Тұқымыңды тұздай құртып соттап жібереді. Ауру кесел дерттен басыңды ажыратпай қояды. Құдай адамды бағып отыратын таразыны өлшемді ішіне салып қойған. Болмысына салып қойған. Ол құртам десе құртады, жоям десе жояды. Оны ғылымда нуклеотидтар дейді, аминовый кислоталар дейді. Қазақта оны елдер дейді, жүздер дейді, рулар дейді, аталар дейді. Бұлардың барлығы адамды жасайтын заттар, есіңнен шығарма. Ұқтың ба? Құдайдан, тәңірлік Құдайдан аян алған қазақ ұлты, жанында отырған, алдында отырған адамның өзіне қаншалықты жақын екенін білген. Бөгделерді құрметтеген, сыйлаған, асын берген, төріне шығарған. Бірақ қан араласатын кезде өзінен 100 метр алыста ұстаған. Жақындама деген. Біз тәңірлік Құдайдың алдында өз ұрпағымыздан қайта туатындығымызды дәлелдеумен өмір сүреміз деген ұлт болатынбыз. Ал енді қазақты қайтадан туып жатқан болатын болса, ұлтты жасайтын заттар бар. Солар шешетін, қазақтың формасын беретін, басқа ұлтты өзге қылып туғызып, қазақты қазақ қылып туғызатын ұлы заңдылық сенің аталық аналығыңа жазылған. Бұл ақиқат. Осылай зерделесек, қазақтың дүниетанымын ғылымға жақындатсаң, таң қалатын дүниетаным пайда болады. Мен ақиқат кітабын солай жаздым. Ешқандай әлемнің ғалымының да, расулының да, пророгының да айтқандарына сүйенбей, қазақтың бізге жеткен қарапайым сөздерін ғылымға жақындатып едім. Керемет, адам таңғарылып дүниетаным пайда болды. Заңдастырылып қойған, жүйеге толы дүниетаным пайда болды. Сондықтан қазақтың шежіресін құнттап ұстауымыз керек. Ұрпақ туу үшін, ұрпақтан өзіміз қайта туу үшін. Өмір айналады. Генетика ғылымы қазір клонированияны бастады. Клондап жатыр. Өлгенді тірілтіп жатыр. Маймылдарды тұрғызды. Доли қойын тұрғызды. Тағысын тағы. Запрет жасап жатыр. Оған қарамайды. Ғылым кіріп кетті. Ақтың ішіне, клетканың ішіне. Ал біздің қазақ оны табиғи жолмен жасаған. Шежіре деген ұлы құжатты қайырған, таратқан. Ұқтың ба? Ұққан жоқсың ба? Ұқпасаң әлі талай ерес шежіре туралы әңгімені айтуға тура келеді. Неге десең, бұл ақиқат кітабында жазылған ақиқаттың бір кішкентай ғана бөлшегі. Миыңды шатастырып жүретін бөлшегі. Неге десең, қазақ болғанға дейін қазақтың дүниетанымы ғылымға сәйкес емес деп келген болады. Қазақтың дүниетанымы, қазақтың сөздік қоры ғылымға ешқашан жарамайды деп келген болады. Жарайды. Солай. Әзірге сау болыңдар.